Достар, бүгінгі тарих адамды қатыгездіктің шегі, әрі шындықтың қалай ашылатыны туралы. Бұл Айгүл есімді келіннің тарихы. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені мұнда кешірімнің шегі туралы үлкен сабақ бар. Айгүл Талдықорған облысында, қарапайым отбасында дүниеге келді. Ол колледжде медбике мамандығын алды, содан кейін аудандық ауруханада жұмыс істей бастады. 24 жасында ол Урлан есімді жігітпен танысып тұрмыс құрды. Нұрланның анасы Күлия апай келіннің өз отбасынан гөрі ана әкесіне көбірек көңіл бөлетінін сезінгенде қатты қызғанатын. Ол Айгүлдің өз ата-анасына деген сүйіспеншілігін, менің отбасыма деген адалдықтың жетіспеуі деп қате қабылдайтын. Той өткеннен кейін Айгүл ауылда тұратын ата-анасына апта сайын хабарласатын, мүмкіндігінше жиі баратын. Күлия апай бұл жиілікті тым артық деп есептейтін. Сен енді менің отбасымның мүшесісің, сен өз анаңа тым көп уақыт жұмсайсың деп жиі шағымданатын. Екінші жылы Айгүлдің анасы Мәриям апай қатты ауыр науқасқа шалдықты, оның онкологиялық ауруы анықталды. Айгүл бұл жаңалықты естігенде қатты күйзелді. Ол анасының қасында көбірек болуға тырысты. Апта сайын, тіпті кейде аптасына бірнеше рет барады. Күлия апай бұл жиі баруларды тағы да отбасылық парызды елемеу деп қабылдады. Ол Айгүлге, сенің анаң дәрігерлердің қолында, сен оған көп бармасаң да болады, сенің басты парызың осы үйге деген сияқты өте суық сөздерді айтастады. Үшінші жылы Мәриям апайдың жағдайы қатты нашарлады. Дәрігерлер оның аз ғана уақыты қалғанын хабарлады. Айгүл бұл хабарды естігенде толығымен күйзеліп анасының қасында болуға тырысты. Ол тіпті жұмысынан ұзақ демалыс алуды жоспарлады. Дәл осы қиын кезде Күлия апай ерекше қатыгез шешім қабылдады. Ол Нұрланмен бірге қысқа мерзімді сапарға баруды жоспарлап отырғанын, әрі Айгүлдің осы сапарда оларға көмектесуі керектігін алға тартып, оны анасының қасынан алшақтатып алысты. Осы уақытта ең ауыр оқиға болды. Мәриям апай Айгүл жоқ кезде дүниеден өтті. Айгүлдің әкесі дереу Айгүлге хабарлауға тырысты. Ол Айгүлдің телефонына бірнеше рет қоңырау шалды. Бірақ Күлия апай Айгүлдің телефонын ол демалып жатыр. Баламаңызды гүлфамен алып қой. Күлия апай шын мәнінде бұл қоңырауларды көрді. Ол Мәриям апайдың қайтыс болғанын білді. Алықты. Оның себебі толығымен түсініксіз, тіпті қатыгез еді. Ол жерлеу рәсімі Айгүлдің көңіл күйін бұзады, ал бізде маңызды отбасылық іс-шара бар деп есептеді. 3 күн өткеннен кейін Айгүлдің әкесі ақыры Нұрланға тікелей хабарласуға қол жеткізді. Нұрлан бұл қорқынышты хабарды естігенде толығымен абдырап қалды. Ол дереу Айгүлге айтуға асықты, бірақ ол анасының бұл ақпаратты 3 күн бойы жасырғанын да білді. Айгүл өз анасының қайтыс болғанын, әрі бұл жаңалықтың 3 күн бойы өзінен жасырылғанын білгенде, оның әлемі толығымен күйреді. Ол өз анасының жерлеу рәсіміне де үлгіре алмады, себебі ол тым кеш білді. Бұл оның өмірінде ешқашан толықтай жазылмайтын жара болды. Мен өз анамның соңғы сәттерінде оның жерлеу рәсімінде де бола алмадым, себебі менің жеке отбасым менен бұл ақпаратты жасырды деп Айгүл кейінірек тіпті ауыр сезіммен айтты. Нұрлан өз анасының бұл әрекетіне толығымен таң қалды. Ол қатты ашуланды. Ана, сіз қалай менің әйелімнің анасының қайтыс болғанын оған айтпай жасыра алдыңыз? Бұл адамгершілікке жат әрекет, деп ол қатты айқайлады. Күлия апай алғашында өз әрекетін ақтауға тырысты. Мен оның көңіл күйін бұзғым келмеді, деп бастады, бірақ Нұрлан оны тоқтатты. Ана, бұл ешбір ақтауға келмейтін әрекет. Сіз оның өз анасымен соңғы рет қоштасу мүмкіндігінен айырдыңыз, деп ол қатты айтты. Айгүл бұл оқиғадан кейін терең күйзеліске түсті.
Ол тек анасынан айырылу қайғысын ғана емес, сонымен қатар өз отбасы деп есептеген адамдардың оған осындай қатыгездік көрсеткенін де көтеруге тура келді. Ол бірнеше апта бойы толығымен тұйықталды, жұмысқа шыға алмады. Осы қиын кезде Айгүлдің әкесі мен ағасы оған үлкен қолдау көрсетті. Олар Айгүлмен бірге болып, оны психологиялық көмекке жүгінуге көндірді. Психолог Айгүлге оның қайғысы да, ашуы да толығымен негізді екенін, әрі бұл жарақаттан емделу уақыт алатынын түсіндірді. Айгүл психологтың көмегімен өз сезімдерін өңдей бастады. Бірақ ол Күлия апаймен қалыпты қарым-қатынасты жалғастыра алмады. Ол Нұрланға: "Мен сені жақсы көремін, бірақ мен сенің анаңмен бір үйде тұра алмаймын. Мен оның маған жасаған қатыгездігін ешқашан ұмыта алмаймын" деп нақты айтты. Нұрлан әйелінің бұл шешімін толық түсінді. Ол өзі де өз анасының әрекетіне қатты ренжіген еді. Ол мен Айгүл дереу жеке пәтерге көшуге шешім қабылдады. Олар Күлия апаймен толық қарым-қатынасты үзбесе де, өте алшақ, минималды байланыста қалды. Күлия апай өз әрекетінің салдарын көргенде қатты қорқып кешірім сұрауға тырысты. Бірақ Айгүл бұл кешірімді оңай қабылдай алмады. "Ана, мен кейбір нәрсені кешіре аламын. Бірақ мен сіздің менің анамның қайтыс болғанын жасыруыңызды мен қашан толық ұмыта алмаймын. Мен сізбен тек минималды, сыпайы қарым-қатынаста бола аламын, тек Нұрланның анасы болғандықтан" деп ол қатал, бірақ нақты жауап берді. Осы уақыттан бастап Айгүл мен Нұрлан өз отбасын Күлия апайдан алшақ, дербес құра бастады. Айгүл өз әкесіне, ағасына тіпті бұрынғыдан да көбірек уақыт бөлетін болды. Себебі ол отбасылық байланыстың қаншалықты құнды екенін енді толықтай терең түсінген еді. Жылдар өте келе Айгүл өз анасының есімін мәңгі есте сақтау үшін оның атындағы қайырымдылық қорын құрды. Бұл қор онкологиялық науқастарға, олардың отбасыларын психологиялық. "Мен өз анама соңғы сәттерінде көмектесе алмадым, бірақ мен басқа отбасыларға сол қиын кезде көмектескім келеді" дейді Айгүл. Күлия апай жылдар өте өз қателігінің ауырлығын толығымен сезінді. Бірақ ол кешірме. "Мен өз әрекетімнің қаншалықты кешірілмес екенін енді толық түсінемін. Мен Айгүлден толық кешірім күтуге тіпті құқығым жоқ" деп ол кейінірек мойындады. 10 жылдан кейін Айгүл мен Нұрланның некесі сақталып қалды. Бірақ Күлия апаймен қарым-қатынас әрдайым алша минималды деңгейде қалды. "Мен Нұрланды жақсы көремін, мен оның анасы болғандықтан оған толық жаулықпен қараймын. Айгүл өз тәжірибесінен отбасылық қатынаста кейбір қателіктердің шынымен де кешірілмес болатынын, әрі бұл қалыпты дұрыс реакция екенін түсінеді. "Мен кешірімнің әрдайым қажет екеніне сенбеймін. Кейбір әрекеттер соншалықты ауыр, соншалықты қатыгез, олар толық кешірімге лайық емес" дейді ол. Бір сұхбатында журналист Айгүлден: "Сізге ең қиыны не болды?" деп сұрағанда ол былай деп жауап берді: "Анамнан айырылуымның өзі емес ең қиыны, бұл әрине өте ауыр болды. Бірақ бұл табиғи қайғы. Ең қиыны жақын адамымның менен бұл қайғыны қасақана жасыруы, менің өз анаммен соңғы рет қоштасу мүмкіндігінен айырылуым еді. Мен түсіндім, кейбір жаралар ешқашан толық жазылмайды, әрі бұл қалыпты." Достар, Айгүлдің тарихы бізге маңызды, бірақ ауыр нәрсені үйретеді. Отбасылық қатынаста кейбір әрекеттер кешірімге лайық болмауы мүмкін, әрі бұл адамның әлсіздігі емес, оның өз қадір-қасиетін қорғауының белгісі. Ешкімге өз жақын адаммен соңғы рет қоштасу мүмкіндігінен айырылуға құқығы жоқ. Егер сіз де қазір жақын адамыңыздың кешірілмес деп есептейтін әрекетімен күресіп жатсаңыз, білесіз бе, сізде толық кешірмеуге де құқығыңыз бар. Кешірім міндетті емес, ол сіздің таңдауыңыз.
Видео сізге ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз, өйткені алдағы уақытта тағы да көптеген жүрекке жақын тарихтар күтіп тұр. Келесі видеода көріскенше аман болыңыздар, достар. Айгүлдің тарихына қайта оралайық, себебі мұнда әлі айтылмаған кейбір маңызды сәттер бар. Нұрланның өз ішкі күресі терең еді, ол өз анасы мен әйелінің арасында бұл оқиғадан кейін толығымен әйелінің жағында тұрды. Мен анамның әрекетін ешқашан ақтамаймын. Бірақ мен оны толығымен өмірінен. Мен осы екі сезімнің арасында тепе-теңдік табуға тырысамын дейді ол. Айгүлдің әкесі мен ағасы бұл қиын кезеңде оған ерекше қолдау көрсетті. Біз Айгүлге оның қайғысында толық жанашырлық танытуымыз керек еді. Әрі біз оның Күле апайға деген ашуында толық құрметтедік дейді оның ағасы. Осы тарихтың терең мәні мынада: отбасылық қатынаста кейбір шекаралар, кейбір әрекеттер бар. Олар ешбір отбасылық парыз немесе кешірімсіздік ақталмау керек. Айгүл бізге көрсеткендей, кейде ең дұрыс, ең сау шешім толық кешірмей, тек минималды, сыпайы қашықтықты сақтау. Достар, бұл тарихты тыңдағаныңызға көп рахмет. Лайк басып, пікір жазып бөлісіңіз. Арнаға жазылыңыз, келесі бір жүрекке жақын тарихпен көріскенше аман болыңыздар.